Сәлеметсіздер ме, құрметті 8-ші сынып оқушылары. Бүгінгі қазақ тілі сабағынан 5-ші бөлімді ары қарай жалғастырамыз. Сабақтың тақырыбы параграф 4 қызыл кітап. Балалар, бүгінгі оқу мақсаттары тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін, құрылымын салыстыра талдау, тұрлаулы сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану. Ал бағалау критериялары тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін, құрылымын салыстыра талдайды, тұрлаулы және сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолданады. Балалар, толықтауыш баяндауыш білдіретін амал әрекетті, іс оқиғаны заттық мағына жағынан толықтыру үшін жұмсалатын тұрлауыш мүшені айтамыз. Толықтауыш көбінесе баяндауышпен байланысқа түседі. Толықтауыш болатын сөздердің негізгі белгілері мыналар. Бірінші, толықтауыш атом мен ілік септіктерден басқа септіктерде тұрып, затты нұсқайды. Кейде толық мағыналы сөзден кейін туралы, жөнінде, жайында деген септілерден шылаулардан тұрады. Ал екіншісі, толықтауыш болатын сөз заттық мағынаны білдіреді. Үшінші, сұрақтары кімге, неге, кімді, нені, кімде, неде, кімнен, неден, кіммен, немен деген болып табылады. Балалар, сонымен қатар толықтауыш болатын сөз таптары олар етістік, сан есім, сын есім, есімдік, зат есім. Мысалы, зат есім: Абай әкесінің сөз желісін түсінген жоқ. Сөз желісі ол зат есім. Есімдік: біреуге ор қазба, өзін түсесің. Біреуге есімдік. Сын есім: аққа қара күйе жұқпайды. Аққа бұл сын есім. Сан есім: 10-шы, 4-шіден ұзап кеттім. Бұл жердегі 4-шіден сан есім. Етістік: қазіргі оқылғаннан сіз ойлаған адамды таппадым. Бұл жердегі оқылғаннан ол етістік болып табылады. Үйірлі толықтауыш, яғни үйірлі мүшеден болған толықтауышты үйірлі толықтауыш дейміз. Мысалы, досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды. Бұл жердегі досы көпті және ақылы көпті ол үйірлі мүшеден болған толықтауыш, яғни үйірлі толықтауыш болып табылады. Балалар, сонымен қатар қызыл кітапқа тірі табиғат нысандардың енгізілу маңызы қандай? Қызыл кітапқа табиғат нысандардың енгізілу маңызы олардың қорғау астында болуы екен. Балалар, сонымен қатар бүгінгі қызыл кітап сабаққа шолу ретінде осы сұраққа жауап берейік. Суреттерге назар аударып, осы суреттердің сабаққа қандай байланыс көрсететінін анықтаңыз. Балалар, өз нұсқаулықтарыңызды жазып, жауап үлгісімен тексерсеңіздер болады. Сабаққа шолу сұрағының жауабы осы суреттердің сабақ тақырыбымен байланысы бар. Берілген суретте қызыл кітапқа енген ақ құстар бейнеленген. Балалар, сонымен қатар бірінші тапсырмаға көз аударайық. Берілген екі оқыл мәтіндерін оқып, осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші мәтіннің бірінші сұрағы: хайуанаттар мінезі қалай суреттелген? Екінші сұрақ: берілген үзіндіге басқа қандай тақырып қоюға болады? Екінші мәтіннің бірінші сұрағы: неліктен табиғат нысандарын қорғау мақсатында енгізілген кітап қызыл кітап деп аталады? Екінші сұрақ: жойылып бара жатқан табиғат нысандарын қорғау мақсатында қандай шаралар қолданылады? Балалар, осы сұрақтарға жауап беріп, өз нұсқаулықтарыңызды бірінші тапсырманың сұрақтарының жауап үлгісімен тексерсеңіздер болады. Бірінші мәтіннің бірінші сұрағының жауабы: бұл үзінді хайуанаттар мінезі олардың қорқыныштықтары, қиындықтары арқылы сипатталған. Екінші сұрақтың жауабы: мәтін атауын басқаша хайуанат зардабы деп қоюға болады, немесе тағы басқа. Екінші мәтіннің бірінші сұрағының жауабы: қызыл кітап деп аталуының себебі қызыл түс дабылдың, темсаулдың белгісі болып табылады. Екінші сұрақтың жауабы: жойылып бара жатқан тірі табиғат нысандарын қорғау мақсатында халықаралық табиғат одағы, табиғи ресурстардың қорғау одағы деген шаралар қолданылуда. Балалар, осы жауаптарыңыз тексергеннен кейін келесі, яғни екінші тапсырмаға көз аударайық. Суреттерді қатыстырып, қызыл кітапқа енген аң құстар тақырыбында диалог жазыңыздар. Балалар, және де бүгінгі үй тапсырмасы тақырыпты негізге ала отырып, толықтауыш болатын әр сөз табына мысалдар келтіріңіздер. Балалар, және де бүгінгі сабаққа қатысқандарыңыз үшін рахмет. Назарларыңызға рахмет.